сүрөтүң гана гүлдүн жегин байлаган ар бир мүнөт мени сүйүп мени ойлаган сүрөтүң гана толкун менен ойногон күлкүң гана шыңгыр булак мен сүйүп тойбогон ошентип мен уктап койгондон мен сени сүйөм мен дагы эле сени сүйөм мен азыр жаштыгымдын асказоосун айланып жүрөм кете албай жүрөм мен сени керек деп жүрөм ыра көрбө сени башкага кыя албай сени башкага мен сени сагынып күтүп жүрөм. Ассалому алейкум достор, мына Кристина Дели деген поляктардын маркети бар. Ошол жака Салимишка экөөбүз келдик. Азыр көрсөтөлү ичин, Азыр ичин сиздерге толугу менен көрсөткөнгө аракет кылабыз. Кирип барганда эле арбуз бар экен. Арбуздун баасы $6.99 экен. Колясканы мыяктан алабыз. Сүрүп кеттик. Салимишка өзү сүйрөйт. Азыр мен бааларын көрсөтүп кетерейин. Коон $2 $4 экен. Мондай малина $2 $4. Мондай вишня бар экен, вишня $2.49. Мондай клубника бар экен. Экөөнү алсаңар $4 болот да. Ана мондай карагат бар экен. Карагаттан мондайдан экөөнү алганда $4 болот экен. Дагы мыякта көрдүңүздөр. Бул деген поляктардын супермаркети, абдан сонун маркет да. Например, могу 49 цент деби. Мыяк паунд менен кетет да, Салимишка. Мына, эме бар экен. Эмне деп коет муну? Персик деп коет. Мына персик бар экен, абрикос бар экен, алма бар экен, груша бар экен, персиктин чоңу бар экен, мондай түрлүү нерселер бар да. $3.99 дейт. Мына бадыраңды көрүп коелу. Бадыраң деген $1.29, а помидор болсо 99 дейт. Мыякта болсо $1.99 помидор бар экен. Дагы эмнелерди көрсөтсөм. Жакшы жери Салимишка беркесең. Могул жерде сонун торттордун түрү бар. Андай торттордун түрү бар, колго жасалган торттор. Абдан сонун. Дагы мыякта сыр бар, жакшы. Мондай колбасный сыр бар. Монун баарын алсаңарчы, могу колбасаны тээ жака чейин алсаңар аз эле болот, бир $30 болот. Зато не алабыз? Бизди деген Салимишка экөөбүздү деген бүгүн ислам инибиз конокко чакырган. Ошол жака конокко бартабыз. Азыр исламдыкына толтура подарок алабыз. Кыздарына эмне кийим алып алдык, эки кызына картрестерин алдык, Эмне деп айтасың? Баары жакшыбызбы? Ооба. Кеттик анда. Мыякта нандын түрлөрү бар экен. Нанды могу аябай жегиликтүү нандар да. Американецтердин нандарын жей албайсыңар достор. Ошон үчүн биз ар дайым продуктыга келгенде ушул жерге барабыз. Баягы Россиянын магазинде жүргөндөй эле болосуң да. Могу нандар аябай жегиликтүү нандар, аябай тыкыз, нык, абдан сонун нандар да. Сага жагабы ушул нан? Анан дагы мондай нан алабыз. Салимишка, мондай нанды вкусный, Муну кантип алабыз? Мону менен кып жейбиз, Кыпчып, анан могу пакетке кантип саласың, көрсөтүп койчу. Ошондо кыпчып туруп салат. Ошо бул деген, по-моему, бирөөсү канчадан болот экен? Бирөөсү $1 ушул сыяктуу да. $1 экөө келет болуш керек. Мондай шоколадтардан алып коюш керек да, конокко барганда, анан конок келгенде койгонго. Мондай шоколадтардын түрлөрү бар экен. Мерси деген шоколадтар бар экен. Булардан алып коебуз. Азыр деген обязательно конокко барганда эмне алыш керек? Сок алыш керек, мына соктун түрлөрү. Сок. Кайсы сок жакшы көрөсүң? Мондай Коста алалыбы? $2.49 экен могу. Могу 2 литрлик сок $2.49 экен. Мындай алам. Ушундай алалыбы? Вот азыр көрөбүз. Карагылчы соктун түрлөрүн.
абдан көп екен. Так, мол жерде квастар бар екен да. Мына өзі жазып тұрады. Квас живого брожения дейді. Квастың түрлерімен тұрады. Квастың басы деген мо 5.99 екен. А бұл осы 2.49 екен. Ондай чоң квастар бар екен, бұлардағы 2.49 екен. Түрлерімен. Молар болса Лицкий дейді. Квас $3.49 екен. Мол квастар болса 4.99 екен. Бұл жақта болса балықты жақсы көргендерге шпрот, арғандай балықтың түрлері бар екен да. Консерваның түрлері. Қандай қаласаңар бар. Бұл жақта болса специялардың түрлері. Жаңағы шашлыкка қоша тұрған, лагманға қоша тұрған, арғандай пловтарға қоша тұрған. Маги деп білесіздер бе? Магини жақсы көрсеңіз $1 екен да, маги. Бұл жақта болса рошкилердің түрлері екен. Аял затына керекті. Мен де жуайым ұшыл рошкиден айбай көп алады. Рошкин түрлері $2.49 дейді. Онда бір упаковка $2.49. Бүт түрлері бар. Мияқта да бар, тияқта да бар дегендей. 3.99 екен ондай рошкилер. Салмишканы жақсы көрген соқтор екен аласың ба онда? Қайсында аласың? Бұчық қыз қалды. Екі қызын алып алды. Сәлі емен исламдың екі қызына бір-бірден алып алды. Мияқта балықтың түрлері екен. Арасында форельдер де бар. Бізге ондай конфет алыс керек болды. Конфеттің түрлері Рошан дейді. Рошан алауыз ба дейм, Рошандың түрлері бар екен. Ол конфет, например, $25 тұрады екен. $25. Рошан деген $32 дейді. Ол болса $26 дейді Рошан. $8 конфет бар екен. Польский конфеттер ғой дейм. Кассаға келдік, кассаға төлейіз. Кассаға төлейлі, Салимшка. Дағы келінді қыз қалаусы бар. Албадық ба, барын алдық. Қазір қонақ қорамыз, құдай берсе. Поляктардың көрдіңер бе? Поляктардың магазиніне келдік те жылан. Польский знактар, польский кепкалар, польский мондай. $62 спортивка бар екен. Мұяққа келейіз де қазір қой өрес. Аяғында төлеп кетеміз. Скидка бар. Анкен біз ардайым ұшақтан алауыз. Көп нәрселерді, Салимшка. Достор, біз Салимшка өкөз. Сіздерге ұшыл кімне? Кристина Делюеле маркетті предлагать етеміз. Ұшыл магазинге келіп, бір жол келіп қойғылач. Bir жол келіп қойғылач. Бірақ біздің адресті жазып қойыз, ұшыл қайсыл жерде жайғашқан. Бірақ точно башқа жерде бар бой, жоқ бой білбейсіз. Салимшка? Барбекені алады, монтып жасайды. Салимшка көрсетейін бе? Барбекені қанша жасайды. Барбекені монтып жасайды. Иде. Монтып мариновать етіледі. Мариновать еткенде қара мұрч, қызыл мұрч, суымай, анан чуть-чуть еле көп айран қошпа ол езіліп кетеді дейді. Американский еттер езіліп кетеді. Дейді. Жаңылы жан жады да, природа мощный природа болды. Емне деген тала. Чұрық ойнайсың ба, Салимшка? Таяқтың барын ойнайсың ба? Қарашы, маяқты қарашы. Не деген тала? Үйлердің арқасында осындай чоң талалар бар екен. Это детский площадкалар бар екен. Погода кішіне жан-жа өтті, соның. Исламдықына қонаққа келдік.